Имам Ғазали рахмаһуллах ғайбатты екіге бөледі. Тілдің ғайбаты және жүректің ғайбаты дейді. Тілдің ғайбаты мұсылман адам жайында жаман сөйлеу болса, жүректің ғайбаты мұсылман адам жайында жаман ойлау. Ешқандай дәлелсіз теріс пікірде болу. Бұл жүректің ғайбаты болып табылады. Және сіз ол үшін Алла тағаладан сұраласыз. Яғни жүректің амалы бар ғой. Жүректің амалы үшін сіз Алла тағаланың алдында сұраласыз. Іс істемесеңіз де, ешқандай амал істемесеңіз де, жүректің амалын жүрекпен жасасаңыз, ол үшін Құдайдың алдында сұраласыз. Мысалы, біреуді көре алмадыңыз, жүрегіңізде қызғаныш болды, көре алмаушылық болды. Сіз сол ішкі көре алмаушылығыңыз үшін, ішкі қызғанышыңыз үшін, ішкі мұсылман бауырыңыздың қуанышына қуанып, қайғысына қайғыра алмағаныңыз үшін Құдайдың алдында сұраласыз. Тіліңмен еш нәрсе айтпасаң да, қолыңмен еш нәрсе істемесең де, бәрібір сұраласың. Неге? Өйткені көре алмау деген ол жүректің амалы. Яғни жүрекпен жасалатын нәрсе. Сіз жүрекпен жасап тұрсыз, сұраласыз. Біреу сізге бір нәрсені айтып жатыр ма, сіз оны қабылдауыңыз керек. Сен өтірік айтып жатырсың, сен дұрыс емес, жүрегім сезіп тұр деген нәрсе жүрмейді. Сен кімсің, сен жүрегің сезетіндей? Әулиесің бе? Бағанағы сен жүрегіңе уахи келетін, илхам келетін адамсың ба? Кімсің сен? Мен жүрегім сезіп тұр дейтіндей. Жүрегің сезіп тұр ма, немесе жүрегіңе шайтан сол ойды салып тұр ма? Қайдан білесің? Сол үшін де ондай нәрсе жүрмейді. Жүрегім сезіп тұр, что-то мынау дұрыс емес адам деген сияқты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тіпті кейбіреулерінің мұнафиқ екенін де білді. Мұнафиқтердің кім екендігін білді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам соны сырын сақтайтын сахабаға білдіріп қойды. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оларға мен білемін, сен ішкі жан дүниеңде мұнафиқсың деп айтты ма? Айтқан жоқ. Ол нені айтып тұр? Біз соны қабылдаймыз. Ішкі жан дүниесін Алла тағалаға